Баршаңызға сәлем. Бүгін оразаның 17-ші күні ауызашарға сметаник дайындаймыз. Ең алдымен бір жұмыртқаны ыдысымызға жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін үстіне сары майымызды құямыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Ұнымызды илегішке салып, үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Араластырып, ұнды илегіштен өткізіп қосамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімізбен осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды холодильникке қойып қоямыз, бетін салфамен жауып. Енді ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Қаймақтың үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне қантымызды қосып, бәрін бірге араластырып, енді осындай домалақ форманы алдым. Ортасына фольга төсеп, шеттері жабыс қалмау үшін шетін майлап қоямыз. Холодильникке қойып қойған тестамызды алып, форманың ортасына салып, шеттерін, бірінші шет жағын жасап шығамыз осылайша. Қалған тестасын ортасына қолдың көмегімен біркелкі қылып жаямыз. Одан кейін вилканың көмегімен шеттерін біркелкі болу үшін осылай жасап шығамыз. Одан кейін осындай стаканмен осылай біркелкі бәрін бір жер басып шығасыздар. Одан кейін ортасына салмасын құйып, 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бастапқыда пирогымыз пісіп шыққан кезде байқасаңыздар, ортасы жұмсақ, қозғалып тұратын болады. Ортасы салмасы, оны ыстықтай кезінде турамаймыз ол кезде. 1-2 сағатқа суытып барып, бірақ турайтын боламыз. Достар, осындай сметаник пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін, дәмін татып көргеннен кейін қайта-қайта жасай бергілеріңіз келетін болады. Өте дәмді, дәмі балмұздақтың дәміндей болады. Бір жегеннен ақ сразу жоқ болатын өте дәмді керемет пирог. Мен осы видеоның астында описанияға жазып кететін боламын. Құрамын қанша мөлшерде қосу керектігін. Егер де жасайтын болсаңыздар, осы видеоның астынан құрамын көре аласыздар. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.